Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық департаменті сепаратизмге үндегендерге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Іс қылмыстық кодекстің 180 бабы 2 тармағы, яғни топтасып ақпарат құралдары арқылы сепаратизмді насихаттау бойынша жүріп жатыр. Бұған дейін Народный совет города Петропавловск деген әлдебір ұйымның құрылғаны туралы елді арандату пиғылындағы видео әлеуметтік желіде тарап, қоғамның наразылығын туғызған. Осыдан кейін шұғыл түрде ведомство аралық тергеу тобы құрылып, іске ұлттық қауіпсіздік комитеті мен полицейлер кірісті. Сотқа дейінгі тергеу барысында тінту жүргізіліп, видео жазбалар тәркіленген. Барлығы арнайы сараптамадан өтіп, жіті тексерілетін болады. Өзге дерек тергеу құпиялығына байланысты жария етілмеді. Ал тергеу барысы бас прокуратураның бақылауында. Қазақстан Халқы Ассамблеясы да арандатушылардың әрекетін өткір сынады. Олар мұндай қадамға барғандарды қатаң жазалауды талап етіп отыр.